Сәлем оқырман. Айдаға сөз салды ма? Бүгін болса Айда бір жігітпен видео жүктеген болатын. Екеуі әдемі мейрамханада кездесіп, сақина беріп ұсыныс жасап жатыр екен жігіт. Және де Айда өзінің сөздерін қалдырған болатын. Оқып көрейік, құпияны ашатын кез келді. Сізге айтқым келмеді. Бірақ бұл жаңалықты сізден жасыра алмаймын. Сіз мені қолдап, түсінесіз деп ойлаймын. Барлығы соншалықты күтпеген. Қытайға ұшқанда өмірім 180 градусқа бұрылады деп елестете де алмадым. Қазір мен өзім шокпын. Бірақ ертең мен сізге мұның қалай болғанын міндетті түрде айтамын. Ал мен оның ұсынысына не деп жауап бердім деді Айда. Айда енді ажырасқан қыз, өзінің бақытымен қосылса біз тек қуанамыз. Кеше ғана Аргенмен қосып жатыр едік. Ол жайлы өзінің ойын айтқан болатын. Контент деген түсінік бар. Біз блогерлеріміз және бірге түсіреміз. Жеке ештеңе жоқ. Айланайындар, тынышталыңдар, деді Айда. Желі қолданушылары бұл жаңалыққа түрліше пікір білдірді. Бірі Айданы шын жүректен құттықтап, оның бақытына тілекші болып жатса, енді бірі күмәнмен қарап, бұл да кезекті контент шығар деген ойларын жасырмады. Айда, бақытты бол. Өзіңді шын сүйетін адамды жолықтырғаныңа қуаныштымын, деп жазды бір жанкүйері. Бұл шынайы ма, әлде жай ғана хайп па? Соңғы уақытта блогерлер контент үшін неше түрлі сценарий құрып жүр ғой, деді тағы бірі. Алайда Айда әзірге бұл ұсынысқа нақты қандай жауап бергенін ашып айтқан жоқ. Ол бар құпиясын ертең ашатынын уәде етті. Бұл жаңалықтың ақ-қарасын білу үшін көпшілік енді Айданың келесі жазбасын күтіп отыр. Айданың жеке өмірі мен блогерлік қызметі арасындағы шекара қай жерде? Бұл сұрақ әлі де ашық күйінде қалып отыр. Көпшілік Айданың келесі жазбасын тағатсыздана күтіп отыр. Ертең барлығын айтамын деген сөзі оқырмандардың қызығушылығын одан сайын арттыра түсті. Кейбір жанкүйерлері оның шынайы сезімдеріне сеніп қолдау көрсетіп жатқанда, басқалары мұның барлығы алдын ала жоспарланған контент болуы мүмкін деп болжауда.